Адам есту мүшесінің көмегімен қоршаған ортадан әртүрлі дыбыстарды қабылдап талдайды. Адамдармен сөз арқылы қарым-қатынас жасайды. Сондықтан адам өмірінде есту мүшесінің алатын орны ерекше. Назарларыңызға құлақтың гигиенасы, күтімі және аурулардың алдын алу жолдарын ұсынамыз. Есту мүшесінің гигиенасы. Есту мүшесінің қалыпты жұмыс істеуі алдымен тазалық сақтауға байланысты. Ол үшін құлақты сабындап, жылы сумен жуып тұру керек. Әдетте құлақтың сыртқы дыбыс жолының бездерінен құлық бөлінеді. Құлық шаң мен тозаңды, микробтарды ішке өткізбей, қорғаныштық қызмет атқарады. Құлақта құлық көбейіп кетсе, адам естімей керең боп қалуы мүмкін. Сондықтан құлықты жиі тазалап тұрған жөн. Құлақты тазалағанда қатты, үшкір заттарды пайдалануға болмайды. Өйткені мұның нәтижесінде дабыл жарғағы зақымдануы мүмкін. Есту мүшесіне ішімдік өте зиян. Мас адам дыбысты естігенімен қай жақтан шыққанын бағдарлай алмайды. Тәлтіректеп барып қолайсыз жағдайға ұрынуы мүмкін. Есту мүшесі құлақ зақымданбау үшін тазалықты сақтап қана қоймай, мынадай ережелерді де ұстанған жөн. Айқайлап сөйлемеу, теледидар дыбысын қатты шығармау, ұзақ уақыт бойы құлаққапта әуен тыңдамау, құлаққапта әуенді қатты тыңдамау, қатты шулы ортада ұзақ болмау, құлаққа суық желдің кіруінен сақтану. Құлақ ауруына суық себеп болғандықтан қыс айларында асқынады. Құлақ миға жақын орналасқан, сондықтан ауруға немқұрайлы қарауға болмайды. Сол себепті аурудың алғашқы белгілері пайда болғаннан есту нашарлай бастаса, міндетті түрде дәрігерге көрінген дұрыс. Құлақ ауруы мына себептерден болуы мүмкін. Қатты және суық жел кезінде бас киімсіз далада жүру. Суға шомылу кезінде құлаққа су кіру. Құлақтан құлықтың шамадан тыс бөлінуі. Құлақ қуысына кірген кішкентай заттар немесе жәндіктер. Және түрлі құлаққа тиген жарақаттар. Құлақ ауырғанда алғашқы көмек. Құлақ ауырса, маманға баруды кейінге қалдырмау керек. Әсіресе жарақат немесе бөтен заттардың құлаққа түсуіне қатысты. Егер де алғашқы көмек көрсетілу қажет болса, төмендегіше: алкогольді компресс жағымсыз белгілерді жеңілдетуге көмектеседі. Яғни спиртті жылытып, оны құлақтың арнасына жағу. Ауырсынуды тез басатын анальгетиктер. Сонымен қатар, лор дәрігерлердің арнайы тамшыларын қолдану ұсынылады. Бадам майын қолдану өте пайдалы, және де алоэ шырынының тамшыларын құлақтың жан-жағына жағу. Құлақ ауруын емдеуді кейінге қалдырмаңыз. Міндетті түрде лор дәрігерге қаралып, оның емін тұрақты түрде алыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.